атындағы нөмір шорта мектебінің тарих, құқықтану және өзін-өзі тану пән бірлестігінің жетекшісі Смағұлова Айгүл Бабашқызы. Ұлтына ұйытқы болар тарих пәні, ұлт жанды ұрпақ тәрбиелеу оның мәні, сол жолда еңбек еткен бірлестіктің қол жеткізген табысын көрсін бәрі. Бөлісіп қолымызда барымызбен, өнеге қалса деймін сізбен бізден, білім менен өнерді меңгеріп ап, шәкірттер осса деймін өзімізден. Озық тәжірибе көпке ортақ тақырыбындағы пән бірлестіктерінің фестивалі. Әдістемелік жұмыстың мақсаты мұғалімдердің оқыту мен оқу тәрбиесіне жаңа әдіс тәсілдерді енгізе отырып, шеберліктерін арттыру, оқушыларды бірлесе оқыту арқылы оқуды жандандыру. Ұстаздық жолындағы ұлы белес. Қарғалы нөмір шорта мектебіндегі тарих пәні және өзін-өзі тәні пән мұғалімдерінің жетістіктері. Биыл біздің 2019-20 оқу жылында біздің жетістіктеріміз ауданнан келген қатынас хаттар да біздің назардан тыс қалған жоқ. Сондай қатынас хаттар негізінде аудандық үздік тарихшылар байқауына мектебіміздің тарих пән мұғалімі Ұзақбаева Эльмира Молдахметова қатысып, бірінші орын иеленді. Екінші облыстық байқауға жолдама алды. Осы жолдама арқылы облыстық үздік тарихшылар байқауына қатысып, үшінші орын иегері болды. Білім берудегі инновациялар, ізденіс және шешімдер 5-ші халықаралық ғылыми практикалық конференцияға өзін-өзі тану пәні мұғалімі Жакупова Камшат Амангелдіқызы қатысып, жүлделі орынға ие болды. Республикалық ғылыми әдістемелік орталығынан өзін-өзі тану пәні мұғалімі Айнакулова Шамша Жолтаевна қатысып, 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Біздің мектепте өзін-өзі тәні пәні бойынша аудандық пән олимпиадасына 11-ші сынып оқушысы Сәкен Мадина қатысып, 1-ші орын алды. Ал облысқа қатысып, 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Одан кейін біздің жетістіктеріміз Жетісу дарыны оқу әдістемелік орталығы Жакупова Камшат Амангелдіқызын рухани адамгершілік білім беру бағдарламасы бойынша алғыс хатпен марапатталды. Тарих пәнінің мұғалімі Ибрагим Бауыржан Мұхамеджанұлы облыстық смарт сабақ байқауына қатысып, 18-ші ғасырдың басындағы қазақ хандығы және Есім хан деген тақырыптардағы сабақтарын ұсынып, смарт сабақ байқауының 2-ші кезеңіне өтті. 10-шы Б сынып оқушысы Амангелді Дилнұр аудандық пән олимпиадасына қатысып, тарихтан 2-ші жүлделі орын алды. Жетекшісі Смағұлова Айгүл Бабашқызы. Тарих апталығында мектебімізде сыныптан тыс көптеген іс-шаралар өткізілді. Сол іс-шаралардың бірі ұлттық ойын халық мұрасы тақырыбында сайыс 6-шы сыныптар арасында өтті. Сайысымыздың негізгі мақсаты ұлттық ойын түрлерімен таныстыру, ұлттық ойындар арқылы оқушының өз ұлтының әдет-ғұрпына, салт-дәстүріне деген қызығушылығын ояту еді. Ұлттық ойындар арқылы балаларды адамгершілікке, сыйластыққа, ауызбіршілікке тәрбиелеу еді. Абай атамыздың 175 жылдық мерейтойына орай мектебімізде өткізген іс-шаралардың бірі Абай дара, Абай дана қазақта тақырыбында Абай оқулары байқауы өтті. Осы Абай оқулары байқауына 5-6 сыныпты оқушылары қатысты. Ұлы жеңістің 75 жылдығына орай соғыс тарих, соғыс жыр атты әскери патриоттық әндер байқауы өтті. Байқауды өткізудегі мақсатымыз өскелең ұрпақтың бойында патриоттық сезім қалыптастырып, аталарымыздың ерлігін насихаттау, отанға деген құрметті күшейту, өнерлі оқушыларды анықтап, сахна өнеріне баулу. Өзін-өзі тану пән апталығы кезінде пән мұғалімдері Айнакулова Шамша Жолтаевна, Жакупова Камшат Амангелдиевалардың ұйымдастыруымен мектебімізде мерейлі отбасы сайысы өткізілді. Тарих пән апталығы кезінде
Білім беру мазмұнын жаңғырту жағдайында мәңгілік ел идеясындағы пәндерді оқытудың маңыздылығы тақырыбында коучинг өткізді. Ол өткізген мұғалімдер Ибрагим Баужан және Абдуллаева Гүлжанат апайлар. Алдағы оқу жылына бірлестіктің рейтингісін бұдан да жоғары дәрежеге жеткізу мақсатында аудандық, облыстық семинарлар мен конкурстарға және тақырыптық конференцияларға қатысудың нақты кестесін жасау. Жаңартылған білім мазмұны аясында бірлестік ішінде тәжірибе алмасу мақсатында тәжірибе алаңдарын өткізіп отыруды нақты жоспарлау.